Сәлеметсіздер ме менің сүйікті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Айзада, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен холодец, яғни қазақша атауы дірілдек деп жатамыз, жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің арнамнан көптеген пайдалы видеоларды таба аласыздар. Ал ендеше бастайық. Егер видео ұнап жатса, пікір қалдырып, сұрақтарыңыз болып жатса, жаза отырыңыздар. Ең алдымен сиыр малының бас сирағын үйітіп, жақсылап жуып, тазалап аламыз. Одан кейін өздеріңіздің үлкен ыдыстарыңызға салып, барлығы сиса барлығын бірден салған жөн болады. Барлығын бірден салып, суық құйып, дәміне қарай тұз салып, жақсылап 5-6 сағат көлемінде қайнататын боламыз. Қайнаған уақыттан бастап есептейсіздер пісу уақытын, және де арасында осындай көбіктер шықса, міндетті түрде тазалап алып тастап отыруға тырысыңыздар. Қайнау барысында көбік өте көп шығады, сондықтан арасында ашып қадағалап отырыңыздар. Мінекей менде қазан қайнады, енді 5-6 сағат көлемінде қайнатамын. Дәл осылай жұмсақ болып, еті сүйектен ажырағанша қайнатасыздар, сонда дайын болды деген сөз. Мінекей менде пісіп дайын болды. Енді етті сүйегінен ажыратып аламын, және де осындай кішіректер бөліктерге бөліп алдым. Одан кейін ет тартқыштың көмегімен барлығын майдалап өткіземін. Дірілдек табиғи дәрумендерге және минералды заттарға бай тағам болып есептеледі. Бұл тағамда А, Б, С дәрумендері, Д дәрумені, йод, омега-3, фосфор, темір, магний, калий кездеседі. Және де біздің буындарымыздың, теріміздің саулығына және серпімділігіне, тығыздығына жауап беретін коллаген дәл осы холодецтің құрамында өте көп. Сондықтан да арнайы екпе салдыртып немесе ботекс жасатпай-ақ, дәл осы холодецті көптеп тұтыну арқылы сіздер бет терілеріңізді қалпына келтіре аласыздар. Бірақ холодец өте калориялы тағам болып саналады, сондықтан артық салмақпен күресіп жүрген адамдар дәл осы жерін ескергендері дұрыс. Етті, құйқаны барлығын тартып болдық. Енді осы жерде сіздер өз қалауларыңызша кез келген көкөніс дәмдеуіш түрлерін қоссаңыздар болады. Мен сәбіз бен сарымсақ қосатын боламын. Орташа көлемді бір сәбізді де дәл осы ет тартқыштың көмегімен тартамыз, және де 2 бас чеснокты да осы ет тартқыштан өткізетін боламыз. Сіздер қалауларыңызша чеснокты қоспасаңыздар да болады. Барлығын дәл осылай бір ыдыста біріктіреміз, үстінен қара бұрыш себеміз, және де осы бас сирақ қайнаған сорпаны сүзгіден өткізіп, аз-аздан ыстық күйінде құйып отырып араластырамыз. Сорпасын осылай шетінен құйып отырсаңыздар, сіздер өздеріңізге қажетті тығыздықта жасай аласыздар. Мен өздеріңіз көріп отырған осы дәу ыдыста қатыратын боламын, өйткені менде холодецімді қатыратын жер кең болғандықтан. Ал сіздер егерде тоңазытқышта қатыратын болсаңыздар, кішірек пластик контейнерлерде қатырыңыздар, не болмаса кішірек ыдыстарда қатырсаңыздар да болады. Енді дәл осы қалпында бір тәулікке қоямын. Мінекей менің холодецім бір тәулік тұрып қатты, сіздерге қазір кесіп көрсететін боламын. Өзінің формасын керемет ұстайды, жақсылап қатқан. Дәл осы холодецті мен пищевая пленкаға орап және де пакетке салып, бірнеше бөліктерге бөліп, тоңазытқышта сақтайтын боламын. Осымен біздің холодец дайын. Барлықтарыңызға дәл менің рецептіме жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын. Видео ұнаған болса, соңына дейін қараған болсаңыз, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз.